Құрметті көрермен, біз пайдалы кеңес айдарынан кейін өзіміздің бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырып ғылым шексіз дария. Осы тақырып аясында өздеріңіздің пікірлеріңіз бен ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Енді біздің студиямыздың төріне қонақ келген екен, әріптес таныстыра өтсең. Біздің студия төрімізде бүгінгі біздің алғашқы қонақтарымызбен де таныстыра өтейін, әріптес. Біздің қонағымыз Аида Ертайқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі және ол шәкірті Айару Тұрғынбай республикалық зерде ғылыми жобасының 2-ші орын иегері. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Енді Бауыржан Момышұлы атындағы Қазақ классикалық 45-ші мектеп гимназиясының мұғалімі мен оқушысымен жүздесіп отқанымыз өте бір қуанышты болып отырмыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, жақсы, көңіл күйіміз. Күндеріңіз қалай басталып жатыр? Енді әдеттегіден сәл өзгеше ғой бүгін. Себебі кішкене енді оқушыда тарапынан қобалжу бар деген сияқты алғаш рет студияға келіп отыр. Жалпы жақсы. Тамаша. Енді бүгінгі біздің тақырып ғылым шексіз дария. Өздеріңізбен осы тақырып аясында пікір бөліссек деп отырмыз. Енді біздің білуімізше өзіңіздің оқушыңыз республикалық ғылыми жобалардың жеңімпазы екен. Осы туралы өздеріңіз бөлісе отырсаңыздар. Енді өте жақсы тақырып таңдалған, негізі ғылым шексіз дария деген. Мен ойлаймын да, осы ғылымға қатысты тақырыпты айтқанда Абай Құнанбайұлынан айналып өту мүмкін емес. Себебі Абайдың өзі айтады, ғылым да өзі, мал да өзі, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Жаңа да тыңдап отырмын да, студияда болып жатқан әңгіме барысында. Жалпы Абайдың өлеңі бар ғой, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім деген. Осыны көбіне халық былай, ел былай түсінеді, Абайдың уақыт өтіп кетті да, ғылыммен айналысуға уақыты болмай қалды деп. Шын негізінде ондай емес бұл жер. Астарында мынау нәрсе жатыр. 7-ші қара сөзін барлықтарыңыз білесіздер, Абайдың адам туғанда 2 түрлі мінезбен туады дейді. Біреу ішсем, ұйықтасам, жесем. Бұл тәннің құмары дейді. Ал екіншісі білсем, көрсем, үйренсем, ізденіп тұрады. Ол жанның құмары дейді. Егер тәннің құмары болмаса, ол жанға қонақ үй бола алмайды дейді. Соны бала не бір дыбыс шықса да білгісі келеді, үйренгісі келеді, ол не, бұл немене деп сұрай береді дейді. Ал есейе келе осы нәрсе сұрау деген нәрсе тоқтап қалады дейді. Сондықтан да соны кішкентай кезінде баланың, ол негізі 5 жас, 7 жас қой, ары кетсе соға дейін балада сұрау, білгісі кеп тұрған құштарлық болады. Біз соны дейді, сол не нәрсе, мынау не нәрсе деп біліп жүргісі келген, ұйқыны тіптен тамақты ұмытып кететін шағында дейді, егер балаға бағыт беріп, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым жолын тапқандардыңға берсек, дұрыс болмайтын ба еді дейді. Енді қараңыздар, осындағы орнын табу деген не? Орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып дейді. Орнын табу дегеніміз ол әр баланың бойында әртүрлі қасиет бар. Бір баланың бойында мысалы шығармашылық, біреу сурет салуға бейім, біреу ән айтуға бейім, біреу іздену, білімге құмар деген сияқты. Сол баланың бойындағы қасиетті аша алу керек дейді. Ал кісісін тауып дегеніміз ол маман ғой. Абай маман деп тұрған жоқ, маман көп қазір. Бірақ соның ішінде кісісі аз ғой. Кісісі дегеніміз кім? Ол ғылым тапқан адам. Ол анау интеллектісі жоғары сыншыл ақылдың иесі ғой, былайша айтқан кезде, Абайдың тілімен айтқанда. Сондай кісі бізде аз дейді. Біз соған жаңа салып беретін болсақ, жолын тура жолға түсіріп жіберетін болсақ, онда балада іздену деген нәрсе болады. Яғни ғылым жолына біз солай бағыттап жібереміз ғой. Сонда ғылым деген сол қара сөзінде айтады Абай, дүниенің көрінген және көрінбеген сырын туралап, түгелдеп немесе денелеп білмесек, ол адамдықпен орны болмайды. Осындағы денелеп білу дегеніміз өзін өзі тану, жаратылысты тану. Ғылым дегеніміз сол ғой, жаратылысты тану. Демек біз жас баланы кішкентай кезінен бастап сол жолға дұрыс бағыттап жіберу керекпіз ғой. Есейіп ақылы кіріп, қызықпай, жаңағы еш нәрсе сұрамай кететіндей дәрежеге жеткізбеуіміз керек. Яғни мен ғылымды солай түсінемін да. Сондықтан да мұғалімдердің, педагогтардың ол мектеп оқушысы керемет жаңалық ашып тастайды деп айта алмаймын мен. Мысалы, ғалымдардың ашып жатқан жаңалығын олар жете алмайды. Оқушы не істей алады? Мектептің оқушысы ғылыми жобаны қалай жазады? Берілген тақырып төңірегінде оқиды, бір еңбекті оқиды, екіншісін оқиды. Барлығын оқып келіп өзінің қорытындысын шығарады. Яғни ойлаудың жүйелілігі, баланың бойында ойлаудың жүйелілігін қалыптастыру. Егер сол рет-ретімен қалыптастыра алса, интеллектісі дамыса, ғылыми жобамен айналысатын оқушы дегеніміз сол. Енді біз Айару 7-ші сыныптың оқушысы, 5-ші сыныптан бастап біз өзіміз Бауыржан Момышұлы атындағы гимназияда бұл оқиды, мен қызмет жасайтын болғандықтан, осы Бауыржан Момышұлының шығармашылығын зерттеуді жөн көрдік. Ең алғаш бізде гимназияда 100 кітап жобасы жүзеге асырылады.
сол алдыңғы жылы бізде ата-аналардың жаңа қолдауымен үлкен бук-трейлер байқауы өтті Бауыржан Момышұлының шығармашылығына байланысты. Сол бук-трейлерге қатысып алғашқы жеңісін 5-ші сыныпта Абайдың өзі айтады ғой, баланы қызықтыру керек деп. Мысалы, бағыт жол беру керек, көнбей жатса, оны күштеп болса да ғылыммен айналысуға бағыттау керек дейді. Ол өзі бір нәтижеге жеткеннен кейін баланың бойында қызығушылық арта береді дейді. 5-ші сыныпта сол байқауға қатысып, бас жүлдені жеңіп алып, үлкен велосипед ұтып алды. Ол балада деген ынта ғой, мотивация береді. Одан кейінгі жылы Қостанайда Бауыржан Момышұлының үлкен жыл сайын халықаралық деңгейде Бауыржан оқулары байқауы өткізіледі. Сол байқауға қатысып бірінші орын алды. Былтырғы оқу жылында сол Бауыржан Момышұлының эпистолярлық мұрасы хаттары ғой, соған байланысты зерттеу жазып, біз 2-7 сынып оқушыларына арналған Зерде ғылыми жоба байқауы бар. Сол республика деңгейіне қатысып 2-ші орын иеленді. Сол баланың бойында енді ғылымға бағыттау дегеніміз сол ғылыммен айналыстыру. Ал енді көп кісілер айтады да, ғылыми жоба деген бір жерден алып жазып, екінші бір жерден жазып, өзі жаңалық ашу керек деп, ол міндетті емес, бала жаңалық ашамайды. Сондықтан сол керемет, тамаша. Бала өзінің бірнеше ғалымдардың пікірін ұштастыра отырып, өзінің бір ғылыми пайымын жасай алу. Иә, ғылыми бір сарайлап, бір анализ жасай алу керек қой. Сол ғой. Абайдың айтатында сыншыл ақылдың иесі, интеллектісі дамыған, ойлау жүйесі қалыптасқан, ол кісі дейді. Кісі дегеніміз ғылым тапқан адам. Демек, кемел адам ғой, Абайдың толық адамы осыған барып тіреліп тұр. А біздің мұғалімдердің міндеті, енді мен жеке жетекшісі ретінде, пән мұғалімі ретінде үнемі балалардың бойында сындарлы ойлауды қалыптастыруға, бағыттауға тырысамын. Демек, сындарлы ойлай алған бала ненің жақсы, ненің жаман екенін ажырата алады. Өмірде қай нәрседен аулақ жүру керек, қай нәрсеге дұрыс бағыт алу керек. Біздің мақсатымыз сол ғой, негізі балаға сындарлы ойлай білу. Абайда ғылым жолына түсу дегеніміз де сол. Ол ғылыммен айналысып кетіп, бір астрономиядан болмаса физикадан бір жаңалықты ашып тастау емес. Жалпы Абайдағы ғылым дегеніміз ол Алланың бір сипаты ғой, жаратылысты өзіңді өзің тани алу. Енді оқушыға келсек, жалпы бұл салаға, яғни ғылымға дейікші, қызығушылық қайдан болды? Енді мұғалімдерің айтып отыр, яғни әр баланың қабілетін аша білу керек қой. Мүмкін өзің бір қызығушылығың болған шығар. Иә? Осы жайында өзің бөлісе отырсаң. Ғылыми жобаларға деген қызығушылық қайдан пайда болды, соны айтады. Кітаптар оқып, кітапханаға барып. Енді өзің енді көбіне осы жаңағы Бауыржан Момышұлының ғылыми жобаларға қатыстың ғой, сонда не байқадың, не ала алдың? Сол ғылыми жобалардың әрқайсысының өзіне алатының бар ма? Мен былтыр қатысқан зерттеуден мен Бауыржан Момышұлының эпистолярлық мұраларын білдім. Олар хаттарын оқып естідім. Тамаша. Енді өзімен қатар сыныптастардың осындай бір ғылыми жобаларға қызығушылық танытып жата ма, әлде қалай? Енді бұлардың сіздерде қалай? Осы оқушылардың ғылыми жобаларға деген талпынысы, жаңа да өзіңіз айтып отырсыз ғой, мотивация беру мақсатында жаңағыдай сыйлықтарды не істейміз деп, енді бұл осы жұмыс аясында қандай тағы да ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр? Бізде енді жоғарғы сыныпта көбірек қатысады ғой, жоғарғы сынып оқушылары, 9 пен 11 сынып оқушыларында әр пән, әр секция бойынша оқушылар көбірек қатысады. Оларда енді қалыптасып қалған ғой. Бірнеше тақырып ұсынылады. Мысалы, енді жетекші мектептегі ол пән мұғалім болады, баланың айттық қой жаңа қасиетін байқайды. Қай балада қай пәнге деген, қай бағытқа деген қасиет бар. Сондықтан бұл жерде ең тақырып таңдауға, баланың қызығушылығын арттыруға ең бірінші жетекшісі үлкен рөл атқарады. Яғни сол жетекшінің ұсынған тақырыптары, соның көрсеткен жолына баланың бойында бір қызығушылық болса, мысалы, барлық бала бірдей емес, менің алдымда отыратын, мысалы, 30-25 балаға сабақ берсе, мен бір тақырыпты, бір нәрсені әр балаға әртүрлі жеткізуім мүмкін. Мысалы, біреу мақтағанды жақсы көреді, біреу жай ғана айтқанды қабылдайды, біреуге ұрсу керек, біреудің басына сипау керек деген сияқты ғой. Демек, бұл жердегі баланы ғылымға бағыттауда жетекші, үйретуші мықты болу керек қой. Ғылым жолына түскен, ғылымның не екенін түсінетін үйретуші мықты болу керек. Ана Мағжан Жұмабаевтың өзі айтады ғой, барлық нәрсе ол үйрету. Егер бала жақсы нәрсе жасайтын болса, ол тәрбиешіден дейді. Бала жаман мінез көрсетіп қойса, ол да тәрбиеші дейді. Баланы жазалау керек емес, онда тәрбиешіні жазалау керек дейді. Сол жолға түсіріп тұрған, Демек, бұл жерде үйретуші мықты болу керек деп ойлаймын мен. Мен енді осы жолдан бір нәрсені айтқым келеді. Осы ғылым деген нәрсенің осы жолдың не екенін білген мен үлкен жолым болды деп ойлаймын.
Себебі қараңыздаршы, бұрын мен мектепте оқығанда, университетте түскен кезде мен буквализм деген нәрсе бар ғой, пішінге жұмыс жасадық па, дүниені солай таныдым ба деп ойлаймын. Себебі мысалы 4-ке 5-ті қосқанда пішінге қарасаңыздар 45 болады ғой, 45 қой, 4-тің қасына 5 қойсаңыз 45. Ал сіздің сындарлы ойлай алсаңыз 4-ке 5-ті қосу ол 9, Демек, біз бұрын сонда солай ойлады. Ал менің жолым болуы бәрімізге белгілі абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлының шәкірті болдым. Дипломдық жұмысты сол жетекшім болды, кейін магистрлік жұмыстың жетекшісі болды, аспирантурада жұмыс жасаған кезде жетекшім болды. Әлі де байланысып тұрамын, кездесу өткіземін онлайн. Содан кейін Тараз өңірлік университетінде абайтанушы ғалым бар, Рахат Саламатова білетін шығарсыздар, Рахат Мұхамеджан. Сол кісімен үнемі байланыста боламын. Мен бар нәрсені білемін деп айтпаймын. Білмейтін нәрсем көп. Егер білмегенім бір тоғыз. Кез келген сұрақ туындай ма, мен хабарласам сол кісілерге. Мысалы, Мекемтас ағайға да телефон арқылы байланыс, бұл не нәрсе деген сияқты. Сондықтан менің жолым болды деп мен осы жағынан айта аламын. Соларға қарап бой түзедім. Демек, үйретуші мықты болу керек болып тұр ғой бұл жерде. Баланы да қызықтыру, сол жолға түсіріп жіберу ол мұғалімге байланысты. Енді мен осы жерде бір сабақтастықты байқап отырмын. Мекемтас ағайымыз сіздің мұғаліміңіз болса, сізге Рахат апайымыз біздің мұғаліміміз, яғни бізге жол көрсетіп, өзінің ғылым жолында бағыт бағдар беріп, үлгіні көрсеткен біздің ұстазымыз. Керемет, тамаша. Енді өзіңіз де айтып отырсыз ғой, жаңағы білмегенімді әлі де сұрап тұрамын деп. Дегенмен бізде оқушыларда көптеген бір ой қалыптасқан ғой, жаңағы білмегенім сұраса ол ұят деген сияқты, Осы жөнінде не айтасыз енді? Мен ода тұрған ұят еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Негізі бізде көбісі солай намыс па, көкірек па, білмеймін. Солай ойлайды да, ол білмедің ба, сен намыс көреді сұрауға. Бірақ мен ода тұрған түк те жоқ деп ойлаймын мен. Мен білмеймін ба, звондаймын да сұраймын. Мысалы, қоңырау шаламда, Рахат әпке, мына жерде былай деп жазылыпты, мынау еңбекте былай деп жазылыпты. Қайсысы дұрыс? Себебі ол кісі енді абайтанушы ғалым ғой. Болмаған жағдайда Мекемтас ағайға хабарласам, ағай осы жерде мынау еңбекте былай деп айтылып тұр. Қалай ойлайсыз деп. Сондықтан мен оны намыс та санамаймын, ұят та санамаймын. Білмегеніңді сұрап біліп, көзіңді жеткізуде тұрған ол ода тұрған еш нәрсе жоқ. Ана ғылымның өзі, абайдың өзі айтады, ғылым жолына түсу деген ең бірінші білуге деген ұмтылыс, талпыныс керек, көзіңді жеткізу керек. Осы біз Бауыржан Момышұлының шығармашылығын енді зерттедік қой, соны зерттеп барысында да көп нәрсеге көзім жетті. Бауыржан Момышұлының шығармасы абаймен үндеседі екен. Ол айтады, баланы тәрбиелеймін десең, жүргегінде жатқан кезде тәрбиелеу керек дейді. Одан кейінгі ол кеш тәрбие дейді. Сосын тәрбиенің ең бір жақсы әдісі баланың көзін жеткізу. Жай ғана айтып қою, жазалау, ұрсу емес, көзін жеткізу. Сондықтан ода тұрған түк те жоқ деп ойлаймын. Мен өзім көзімді жеткізгенше, ол үлкен болсын, өзімнен жасы кіші болсын, сұрауға ешқандай намыстанбаймын. Және де осы бір сіздегі дағдыны көптеген осы біздегі оқушыларды немесе бір жастардың бойына қалыптастыру керек секілді, осы бір жаңағы ұят болады немесе намыс деген бар ғой бізде қазақта. Сондықтан да енді бір өзінің білмегенін сұрау, ода тұрған бір ұяттық жоқ деп ойлаймыз бұл тұрғыда. Енді өзіңіз де айтып отырсыз ғой, жаңа Бауыржан Момышұлы атамыз енді расында да осы абай екеуінің ғылымдары бір ұқсас келеді, кейде сөздерімен алып қарайтын болсақ та, осы бір Момышұлы ағамыз айтады, жаңағыдай бүгінде енді бесік жырын айтпайтын аналардан қорқам болашақта деген секілді. Енді осы бір сіздер көбіне, сіз өзіңіз осы мұғалім ретінде балаларға басты тәрбиені қалай бересіз? Өзіңіздегі бір әдіс-тәсілдеріңіз бар ма? Енді педагогикаға келетін болсақ, әдіс тәсіл ғой негізі баланы үйрету, бірақ ол қатып қалған нәрсе емес. Себебі осы педагогикаға қатысты қазір Мағжанның еңбектерін қарап жүрмін да, ол жерде әдіс деген басты бағдар болу керек екен. Ол қатып қалған нәрсе емес. Мұғалім үйретуші, соны жан-жақты өзі іздену керек. Мысалы, ол әр балаға жеткізудің тәсілі, әдісі де әртүрлі ғой. Сондықтан мен үнемі шығарманы, қазақ тілі мен әдебиетінен болған, сабақ беретін болғандықтан мен шығарманың мазмұнын ешқашан баладан сұрап отырмаймын, уақыт кетіріп. Оқиды, көбірек талдауға не үйренді, басты кейіпкердің бойындағы қасиет қандай, сен оның орнында болсаң не істер едің деген сияқты баланың сындарлы ойлауға жетелей отырып, сол шығармадан бір тәрбиелік мән алу. Соған бағыттау керекпіз ғой. Біз мұғалімдердің барлығы негізі солай жұмыс жасайды да, жасау да керек деп ойлаймын. Себебі баланы жаттанды білім емес, өмірге бейім, бәсекеге дайын, кез келген мәселеден шыға алатын, сындарлы ойлай алатын, енді абайдың деңгейіне жеткізетіндей ғып сыншыл ақылдың иесі етіп тәрбиелеу керекпіз деп ойлаймын. Тәрбие. Сосын абайдың қара сөзі бар ғой, баланы тәрбие, бізде қазақта баланы сұрайды дейді да.
бірінші менің артымдағы қалған дүниеге ие болсын деп сұрайды. Ертең мен қайтқанда қолын жайып бата қылсын деп сұрайды дейді. Болмаса менің қолымды жылы суға малып отырады кейін деп сұрайды дейді. Ал оның барлығы балаға тәрбие беріп жыласа, қолына ұстата салады, болмаса елдің көзінше мақтап отырады, ол тәрбиенің бәрі дұрыс емес дейді. Егер балаң мықты тәрбиелегің келсе, бірінші өзіңді жөнде дейді. Сен дұрыс болсаң, сені көрген балаң соны жаса дейді. Сондықтан баланы оқыт, Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең, малайыма оқыт дейді. Сондықтан сол жол ұстанамыз. Енді оқушыға оралып, жалпы өзің осы уақытқа дейін қандай еңбектерді, қандай кітаптарды қызығушылықпен оқисың? Білуімше, байқауымша қазақ тілі мен әдебиет пәніне жақындығы бар, Гуманитарға жақындығы болып тұр ғой, енді баланы таңдағанда да. Мен Бауыржан Момышұлының Ұшқания, Тамаша. Москва үшін шайқас деген кітаптарын оқып, қазір Ыбырай Алтынсарин әңгімелерін оқимын. Әке мен бала, шие, таза бұлақ соларды оқығам. Енді жаңа айтып өткен ұшқан ұямызда өзінің бір патриоттық бағытында қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде бір қысқа афоризм ретінде халық арасында кеңінен тарап жүр. Жалпы бұл сөздерде баланың бір патриоттық бағытта тәрбие алуына бір керемет септігін тигізеді. Енді алдағы уақытта өзің бір армандарың бар шығар, бізбен бөлісе отырсаң, болашақ қандай мамандық таңдап отырсың? Болашақта мен Айта бер. Елма. Қысылып отыр ғой демші. Қазіргі уақытта, әртүрлі елдерді саяхаттап жасап, сол білгім келеді. Ең алдымен бірінші елдерді саяхаттап білгің келеді. Одан кейін барып Жоқ басқа. ары қарай. Мүмкін ары қарай енді баланың қызығушылығы әртүрлі ғой. Енді алдағы уақытта болып қалады. Демек шет тілін өскен сайын адамды да таңдауы басқа жаққа, басқа бағытқа бұрыла береді. Дегенмен де осы бағытынан тайма деп айтқымыз келеді. Айыру енді жаңа да өзің айтып отырсың ғой, көптеген кітаптарды оқыдым бүгінде. Ыбырай Алтынсарин атамыздың кітаптарын оқып жүрміз деп, өзіне сол бір кітаптарды немесе ақын жазушылардың сол бір ойларын оқығанда не түйесін, өзіне керегіңді алып жаңадан мен әріптесім айтып жатыр, кітаптардан өзім түйем шығарып жазып қоямын дейді. Сенде қандай бір осындай әдеттерің бар үрдіске айналған? Мен кітаптардан түйгенімді басқа өзім сіңілім бауырларыма айтып беремін. Кейде жазамын мен де. Енді білгеніңді айтқан нәрсе ол көбінесінше есте қалады, ол дәлелдеген нәрсе. Енді алдағы уақытта қандай бір жоспарларыңыз бар? Мектептегі өздеріңіздің жаңа өткен 100 кітап жобасы секілді бір жобаларыңыз бар шығар, бөлісе отырсаңыздар. Енді мектепте бізде баланың дарынды балалармен жұмыс істеу, олардың дарындылығын ұштау мақсатында көптеген жобалар жүзеге асырылады. Жас ғалым деген ғылыми қоғам жұмыс істейді бізде. Ол жерде Тараз өңірлік университетінің бірнеше ғалымдары жұмыс істейді бізде. Оқушыларды ғылымға бағыттау, шығармашылығын арттыру бағытында. Үздіктер алаңы деген жоба жұмыс жасайды бізде. Үздік гимназист жылдың соңында 11-ші сынып түлегі бітіріп бара жатқан кезде, ол демек барлық талапқа сай келу керек. Үздік ұстаз, үздік сынып жетекші, үздік бірлестік деген жоба бар. Яғни үздіктердің үздігі атану, ол оңай емес, ол жұмыс үлкен, еңбекті талап етеді. Яғни ол жобаға барлық біздің мұғалімде, барлық оқушы да қатысып, ішінен үздігі танылады. Ұстаздықтың дара жолы деген жоба жұмыс жасайды бізде, ең жаңағы педагог шеберлерге арналған жобалар. Сол сияқты табысты үштік жобасы жұмыс жасайды. Педагогикалық, инновациялық жоба жұмыс жасайды. Яғни бізде 100 кітап жобасы бұрыннан жұмыс жасайтын, биыл оқу жылынан бастап оқуға құштар мектеп жобасы қосылды. Барлық оқушы да, мұғалім де бірігіп кітап оқиды. Яғни баланың дарындылығын ұштауда бірнеше жоба жүзеге асырылып отыр. Тек қана оқушыларды емес, сонымен қатар ұстаздарға да бір қатар осындай бір мүмкіндіктер берілген деп айтсақ болады. Өте тамаша жобалар негізінде. Енді біздің студиямызға келіп, өздеріңіздің жаңалықтарыңызбен, ақпараттарыңызбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілейміз. Енді өздеріңіздің ақ тілектеріңіз болса, біздің қазақ еліне деген тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Менен барлық оқырмандарға, көрермендерге жалпы айтқым келеді мынау нәрсені. Адам бір-бірінен ол ақыл мінез ар деген нәрселермен ғана ерекшеленеді ғой, өзгешеленеді. Демек, осы үш нәрсені бірге ұстауға, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстауға барлығымыз ұмтылу керекпіз, талпыну керекпіз. Бұл нәрсе Мағжанның шығармаларында айтылады. Мысалы айтады, біздің саусағымыз ауырып қалды дейді, біз оны ішкі сезіміміз, жүрекпен сезіп тұрмыз дейді. Одан кейін неге ауырды ол саусақ? Оның себебін іздей бастаймыз дейді.
Ол жерде мысалы ақыл жұмыс іске кірісе бастады. Енді сол ауырған саусақты тезірек жазылдыруға жұмыс жасаймыз. Ол бізде қайраттың жұмысы дейді. Егер тәрбиеші бала мықты болып шықсын десе, осы үшеуін қатар бірге ұстау керек дейді. Ал егер біреуі таразының басын басып кетсе, онда ол бақытты адам емес дейді. Бұл жердегі осы абайдағы жаңағы үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Сол нәрсені айтып тұр ғой. Демек осы үшеуін бірге ұстайық. Ақылымыз нұрлы, мінезіміз көркем, жүрегіміз жылы, мейірімді, қайратымыз ыстық болсын деп айтқым келеді. Тамаша. Аян, өзің айтар тілегім бар ма осы біздің патша көңілді көрермендерімізге, немесе ата-анаңа? Сыныптастарыңа. Мен көрермендерге, сыныптастарыма әрқашан бақыт тілеймін, және ол кітап оққан пайдалы. Сондықтан әрқашан кітап оқып, өзінің білімін шыңдасын. Керемет, тамаша. Сіздерге де рахмет дейміз. Бүгін студиямызға уақыт бөліп осындай керемет мағлұматтармен бөліскендеріңізге, жұмыстарыңызға тек қана сәттілік, алда ғылыми жобаларда тек қана үлкен шыңдардан көріне беріңіздер деп айтқымыз келеді. Ал осы орайда әріптес, біз бағдарламамызды керемет әсем әнмен жалғасақ қалай қарайсыз? Тамаша. Ендеше қабыл алыңыздар көрермен.